балалар, biz 4 sınıf оқушыларымыз оқуға құштар сынып жобасы бойынша Астрид Линдгреннің балақай мен шатырда тұратын Карлсон әңгімесін оқыдық. Стокгольм қаласында кәдімгі көшелердің бірінде қарапайым үйде Свантессон фамилиялы швед отбасы тұрады. Қарапайым 3 бала Боссе, Бетан және балақай. Боссе 15 жаста, ол мектеп тақтасынан алдынан көріп футбол қақпасында тұрғанды ұнатады. Ендеше ол да қарапайым ғана бала. Бетан 14 жаста, оның бұрындары да кәдімгі өзге қыздардікі секілді алмай қалған. Ал енді осы биік үйде өзгелерге ұқсамайтын тіршілік иесі Карлсон деген бар. Ол шатырда тұрады. Карлсон өзімшіл, тығыршыққа тәпелтек адам. Бір ерекшелігі ол ұша біледі. Ұшақпен тығыршыққа отырса кім ұшпайды дейсің? Бір күні дастархан басында мынандай ұрыс басталды. Сен көшеге кеткен басы тағы шаларын сезін шығып келді ме? Бұны бөліп шықтыңыз. Мектептен кеш келесің. Әке, мен мектептен келе жатқан кезде бір күшікті көрдім. Сол күшікті асырап алайықшы. Жоқ, мен күшікті жақсы көрмеймін. Біз күшік асырауға қарсымыз. Ой, әке, шыға береді. Неге? Шаршап кеттің, бұл үйде жинай беріп. Неге шашыла береді? Әке, сенде ана бар. Боссада Бетан бар, ал менде ешкім жоқ. Біз сонда кімбіз? Сәлем, сенің қасыңа бір минутқа ұстауға бола ма? Иә, әрине. Сенің атың кім? Балақай, шын атың Свантессон. Сенің атың кім? Менің атым Карлсон. Мені Карлсон деп атап кеткен. Жасың қаншада? 7-де. Мен сені 8-де деп ойлап қалыппын. Ал сенің жасың неште? Мен әйтеуір кез келген жастамын. Мен де қайтадан шашып кеттім бе? Қайтадан жинаймын. Азанда дұрыс жинаған еді.